Чемпиондар лигасы тарихындағы ең үздік бомбардир болып табылатын Роналдоға Месси жақындап қалды. Сон Хе-мин командасын ауыстыруы мүмкін. Роналдо алдағы қыста Челсиға ауысуы мүмкін бе? Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары топтамасы біздің бүгінгі видеода. Алдыңғы видеодағы сұранысымыздан кейін бізге жаңадан 72 жазушы тіркелген екен, және біздің сұраған 1000 лайкты сіздер тағы да жинап тастаған екенсіздер. Керемет белсенділіктеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Келесі видеоның тезірек шыққанын қаласаңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Осы жолы да 1000 лайк санын жинап тастайық. 50%-дан астам көрермендеріміз біздің видеоларды тіркелмей көреді. Егер біздің арнаға әлі де тіркелмеген болсаңыздар, жазылып қоюларыңызды сұраймыз. Ендеше кеттік. ПСЖ клубы испаниялық қорғаушы Серхио Рамоспен жаңа келісім шартқа отырғалары келеді, деп хабарлайды Элеки баспасы. Баспаның деректері бойынша клубтың жаттықтырушылар штабының ойыншыға көңілдері толуда. Осы себепті де париждіктер Рамоспен 2024 жылдың жазына дейінгі жаңа келісім шартқа отыруға дайын. Ойыншының клубпен қазіргі келісімі 2023 жылдың жазына дейін негізделген. Кеше Чемпиондар лигасы топтық кезеңінің 5-ші турлық ойындары болып өтті. Мадридтік Реал командасы осы маусымда алғаш рет жеңіліс тапты. Лейпциг өз алаңында Реалды 3-2 есебімен жеңді. Осыған дейін мадридтіктер 21 матч бойы жеңілмей келе жатқан болатын. Келесі ойынға тоқталып өтсек, ПСЖ өз алаңында Маккаби Хайфаны 7-2 есебімен тас-талқан етіп жеңді. Париждік командаға Месси мен Мбаппенің дублі, сондай-ақ Неймар мен Солердің голдары жеңіс әкелді. Аргентиналық шабуылшы Месси өзінің керемет нәтижелерімен тәнті етуде. Кеше ол 2 голды соғып қана қоймай, 2 голдық пасты еншіледі. Чемпиондар лигасы тарихындағы ең үздік бомбардирлер кестесіндегі көш басында орналасқан Роналдоға Месси барған сайын жақындап келеді. Месси голдарының санын 129-ға жеткізді, ал Роналдоның еншісінде 140 голы бар. Леоға 11 голды соғу ғана қалған екен. Осы бетінен таймаса, қуып жетуі ғажап емес. Тоттенхемнің шабуылшысы Сон Хе-мин басқа топ клубтың сапына ауысуы мүмкін. Корея елінің ойыншысы мансабына өзгеріс енгізіп, келесі қадамды жасап көруге дайын. 30 жастағы футболшыға Реалдың бас жаттықтырушысы Карло Анчелоттидің жеке өзі қызығып отыр. Осы жайында Спорт 1 басылымы хабарлауда. Алдағы жақын айларда Сон Хе-мин алдағы болашағы бойынша мұқият түрде жақсылап ойланып көрмекші. Осы маусымда АПЛ-да 12 ойынға қатысқан Сон 9 гол және 2 голдық пасты өз пайдасына еншіледі. Челси клубының Криштиану Роналдоға деген қызығушылығы әлі де сақтаулы. Лондондық ұжымның басшыларының бірі болып табылатын Тодд Боули 37 жастағы футболшының трансфері финанстық тұрғыдан тиімді болады деп есептейді. Осы жайында CBS Sports баспасының тілшісі Бен Джейкобс мәлімдеуде. Өткен жазда да Челсидің жаңа басшылары Роналдода алмақ болған еді. Алайда Челсидің бұрынғы бапкері Томас Тухель бұл идеяға қарсылық білдіріп, алған бетінен қайтпады. Роналдо алдағы қысқы трансферлік терезеде Челси ойыншысы атанып қалуы әбден мүмкін. Президенті Жоан Лапорта Ювентустың бұрынғы бапкері Андреа Пирлоны Барселонаның бас жаттықтырушысы етіп тағайындамақ болған. Спорт баспасының ақпаратына сүйенсек, Рональд Куманның қызметінен босатылғаннан кейін Пирлоны бапкер етіп алу нұсқасы қарастырылған екен. Осындай нұсқаны қарастырған Лапорта Пирлоны жаңа Франк Райкард атанады деп ойлаған. Дегенмен артынша ойлана келе, олар бұл идеядан бас тартқан көрінеді. Барселона клубы басшыларының жартылай қорғаушы Франк Кессиенің ойындарына көңілдері аса қатты тола қоймаған. Және сол себепті де олар ойыншымен алдағы қысқы трансферлік терезеде қош айтысуға дайын. Эл Националь баспасының ақпаратына сүйенсек, көгал қызылдар ұжымы ивуарлық футболшы алаңда өзінің алатын жалақысына сай емес деңгейде өнер көрсетуде деп есептейді. Айта кетсек, Барса Кессиені өткен жазда ғана еркін агент ретінде су тегінге алған болатын. Унай Эмери ресми түрде Астон Вилла командасының су жаңа жаттықтырушысы атанды. Осы жайында ағылшындық клубтың баспасөз қызметінде хабарланды.
Испаниялық маманның жалақысы жылына 7 миллион еуроны құрамақ. Бапкер жұмысқа 1 қараша күнінен бастап кірісетін болады. Барселонаның ойыншысы Серхи Роберто өткендегі Испания чемпионаты аясындағы Атлетик Билбаомен болған ойын кезінде жарақаттанған болатын. Тексерістерден кейін футболшының сол жақ иығының шығып кеткені анықталған. Серхи Роберто осыған байланысты кем дегенде 1 ай уақыт бойы ойнай алмайды. Осы маусымда 30 жастағы испандық футболшы Ла Лигада 9 ойынға қатысып, 2 голды соғып ерекшеленді. Туринде Ювентустың француздық жартылай қорғаушысы Адриан Рабио келесі жазда мәресіне жететін клубпен келісім шартын ұзартудан бас тартуда, деп хабарлайды La Gazzetta dello Sport баспасы. Ақпараттар бойынша футболшы басқа командаға еркін агент ретінде ауысуға мүдделі. Өткен жазда бұл ойыншыға Манчестер Юнайтед қызыққан болатын. Алайда трансфер сәтті жүзеге аса қоймады. Осы маусымда 27 жасар Рабио 10 ойынға қатысып, 4 голды соғып көзге түсті. Парис Сен-Жермен клубы аргентиналық шабуылшы Лионель Мессимен келісім шартта ұзартқылары келеді, деп мәлімдеуде Le Parisien баспасы. Баспаның мәліметі бойынша Парижді клуб футболшыға 2024 жылдың жазына дейін жарамды болатын жаңа келісімді дайындауда. Барселонаның қызығушылығына қарамастан Мессидің жеке өзі ПСЖ-да қалуға қарсы емес делінуде. Осы маусымда 15 матчқа қатысқан Месси 9 гол және 10 нәтижелі пасты еншіледі. Барселона клубы Атлетик Билбаоның қорғаушысы Иняго Мартинесті өз саптарына қосып алуға тырысып көрмекші. Mundo Deportivo баспасының мәліметіне сүйенсе, каталонда клуб бұл футболшыны Жерар Пикенің орнын лайықты түрде алмастыра алатын ойыншы ретінде қарастыруда. Олар ойыншының Атлетик Билбаомен келісім шартын ұзартпағанын және келесі жазда Барсаға су тегінге ауысқанын қалайды. Осының алдында ғана Килиан Мбаппе француздық клубпен келісім шартының арқасында 3 жылдың ішінде жалпы 636 миллион еуро қаржыны алады делінген ақпараттар таралған болатын. Осыған байланысты ПСЖ клубы мәлімдеме жасаған. Бұл ақпарат мүлдем дұрыс емес және бірде-бір деталь шындыққа жанаспайды, делінген екен француздық клубтың мәлімдемесінде. Парижді клубтың басшылары бұны жай ғана қалдыра салмай, ақпаратты таратқан басылымды сотқа берулері мүмкін. Бұл жайындағы ақпаратты тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесінде кездескенше аман сау болыңыздар.